Математика пәні сабақтың тақырыбы теңге, монета және қағаз ақша. 84-ші сабақ. Бүгінгі сабақта мен монеталарды ажыратуды және олармен әртүрлі амалдар орындауды үйренемін. Темір мен қағаз ақшаны ажыратуды үйренеміз. Экранға назар аудар. Мына екі темір ақша қалай аталады? Дұрыс, теңге. Теңге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Сондай-ақ теңгенің қағаз түрі де бар. Қағаз түрінде болатын ақша қағаз ақша деп аталады. Біздің алдымызда құны 200 және 500 теңгелік қағаз ақша бар. Тыңда, Айдардың құны 700 теңге тұратын құрастырғыш алғысы келді. Ол құны қандай ақшамен төлеу керек? Дұрыс, ол 700 теңгені 500 және 200 теңгеліктермен төлеуі мүмкін. Зереге 200 теңгелікті ірілеу керек болды. Зереге ақшасын айырбастауға көмектесші. Қалай жасауға болады? Дұрыс, 200 теңгелік 600 теңге болады. Біз ірі қағаз ақшадан 500 теңгені білеміз. Ендеше Зере жаңағы ақшасын 500 теңгелік қағаз ақшаға және 100 теңгелік темір ақшаға айырбастап ала алады. Қыз бала дүкеннен 100 теңгеге балмұздақ сатып алды. Оның қолында 500 теңгесі болса, ол қанша ақшасын қайтарып алады? Дұрыс, ол 400 теңгесін қайтарып алады. Ол қалған 400 теңгесін әртүрлі етіп қайтарып ала алады. Бұл қайтарым үшін ең ірі ақша 200 теңге. 200 теңге қосылған 200 теңге тең 400 теңге болады. Суреттегі қағаз ақшаға және монеталарға қара. 1000 теңгені, 200 теңгені, 500 теңгені қалай ұсақтауға болады? 200 теңгелік қағаз ақшаны 100 теңгелік монеталармен ұсақтауға болады. 500 теңгелік қағаз ақшаны 200 теңгелік екі қағаз ақшаға және 100 теңгелік монетаға ұсақтауға болады. Осы ұсақтаған 200 теңгелік пен 100 теңгелікті. Енді қағаз ақшаларды, 200 теңгеліктерді 100 теңгелік монеталармен ұсақтауға болады. 1000 теңгені 500 теңгеліктермен ұсақтауымызға болады. Әр балада неше монета барын есептеп, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, әр балада неше монетадан бар? Дұрыс, Дәулетте 4, Қанатта 4 монета, Саматта 5 монета. Келесі сұрақ, әр балада неше теңге бар? Дәулетте 300 теңге, Қанатта 400 теңге, Саматта 400 теңге бар. Үшінші сұрақ, қайсының монетасы бәрінен артық? Мұқият қараңдар, қай баланың монетасы бәрінен артық? Дұрыс, Саматтікі, себебі Саматта 5 монета бар. Ал қайсының ақшасы бәрінен аз? Дұрыс, ол Дәулетте. Дәулетте өйткені 300 теңге ғана бар. Дәптермен жұмыс. Дәптерге бүгінгі күнді жазу керек екенін ұмытпа. Көркем, әдемі, сауатты жаз. Номер 3, 47-ші бет. Есептерді шығар. Шешуін және жауабын жаз. Номер 4, 47-ші бет. Тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр. Теңдік және теңсіздіктер дегеніміз ол қай ақша қайсынан артық, кем, немесе тең болуы мүмкін. Салыстырып, соны жазасың.